Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді самсаны рецептімен бөлісемін. Бұл самсаның жасалу жолы өте оңай және де қамырды жаюды қажет етпейді. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Негізі бұл самсаны ұйғыр самсасы деп атайды. Алдымен біз бұл самсаны дайындау үшін 500 грамм ұнға сары майымызды қосамыз, 250 грамм. Сары май бізде холодильниктен алынған және де оны ұнмен қосып бір-бірімен жақсылап үйкелеп, мыжғылап араластырамыз. ұн мен майды осылай жақсылап араластырып болған соң, біз оған 2 жұмыртқамызды және де 100 грамм қаймағымызды, 1 чайная ложка тұзымызды қосамыз. Сосын бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейсіздер. Иленген қамырымыз қолға жабыспай әдемі болып шығу керек. Дайын болған қамырды жарты сағатқа немесе 20 минутқа холодильникке салып қоясыздар. Оға дейін біз салманы дайындаймыз. Самсаның салмасына мен осылай картопты қолданамын. Картопты 4 бұрыш қылып турап шығамын. Егер де сіздер картопты ұнатпасаңыздар, сіздер картопты қолданбасаңыздар да болады. Самсаға әдемі дәм беретін ол бізде пияз. Пиязды да 4 бұрыш қылып майдалап турайсыздар. Самсаның салмасына мен осындай тауықтың төс етін қолданамын. Сіздер сиыр етін қолдансаңыздар да болады. Етті блендерден өткізіп, туралған пияз бен картопқа қосамыз. Енді салмамыздың үстіне қара бұрыш, тұз және де сұйық май қосамыз. Сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластыру керек. Біз барлық тұздары, бұрыштары бір келекті араласу керек. Салмамыз дайын болған соң, холодильниктегі қамырымызды алып, оны 2-ке бөліп, қамырды осылай созып, оны 8 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлік менде шамамен 80-70 грамм болып шығады. Егер де сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде салмағын өлшеп жасаңыздар. Енді кішкентай қамырларымызды біз жаюға кірісеміз. Оған ұн себудің қажет жоқ, себебі ол ешқайда жабыспайды және де түйілуі де өте оңай. Ішіне осы салмамды салдым және де осы әдіспен мен түйемін. Егер де сіздерге бұл әдіс ыңғайсыз болса, егер де бұндай әдісте сіз түйе алмасаңыздар, сіз кәдімгі 3 бұрыш ретінде түйіп пісіре берсеңіз болады. Мінекей мен қамырымды осылай домалақ қылып жайып, ішіне салмамды салдым. Салманы салып болған соң, қамырды 2-ке бүктеп, жан-жағын осылай бір-біріне жабыстырып шығасыздар. Ең жоғарыдағы бұрышын аласыздар да осылай бүктейсіздер. Көріп тұрғаныңыздай бүктеген сайын ұшы шығып тұрады. Сол ұштарын
бүктеп шығасыздар. Негізі басында жасалу жолы сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін. 3-4 рет жасаған соң сіздердің қолдарыңыз уже икемі келіп, өз еркектеріңізбен істей бересіздер. Негізі қамырды қолға алмай, осылай столдың үстінде істеген ыңғайлы. Қамырды жайғанда қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, орташа қалыңдықта болу керек. Егер де достар сіздерге тағы қандай да тағам рецепттері қызық болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, мен жасап көруге тырысамын. Түйілген самсаларымыздың бәрін осылай пергамент қағазына салып, оның бетін жұмыртқамен жағамыз. Енді үстіне әсемдігі үшін кунжут дәнектері мен макты себеміз. Дайын болған самсаларымызды духовкаға 30-45 минутқа қоямыз. Әркім духовкасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіздер. Мінекей біздің дәмді самсаларымыз дайын болды, және де жасалу жолы көріп тұрғаныңыздай өте оңай. Бұл самсаларды қонаққа немесе тапсырысқа жасасаңыздар болады. Ішіндегі салмасын өзіңізге қарай бейімдесеңіздер болады. Асқабақпен және немесе тауық етімен немесе сиыр етімен салсаңыздар болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді дымламаның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл дымляма өте ерекше, өйткені бұл духовкада дайындалады және банкіге салып пісіреміз. Ең бірінші біз етімізді тураймыз. Менде жылқы еті, сіздерде егер қой еті, сиыр еті немесе тауық етінде қолдансаңыздар болады. Мен етті орташа бөлікте кестім. Егер де сізде сүйекті ет болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Кесілген етті бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Яғни сіз өзіңізге кез келген ұнайтын приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мендегі приправалар олар зира және де смесь итальянских трав, тұз, қара бұрыш және де паприка. Қыздар, егер де сіздерде еттеріңіз тұздалған болса, онда тұзды қоспаңыздар. Тек қана өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды қосыңыздар. Етке дәмдеуіштерімізді қосқан соң, оны біз жақсылап араластырып, және де жарты сағатқа қалдырамыз. Бұл тағамның дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ары қарай біз көкөністерге кірісеміз. Менде болгар бұрышы, сіздерде осылай майдалап кессеңіздер болады, немесе ірі қылып кессеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Егер де сіздерде болгар бұрышы болмаса, онда сіз үйде кез келген қандай көкөністер бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Мендегі көкөністер ол осы болгар бұрышы және де картоп, сәбіз, орам жапырақ, сонымен қатар пияз. Көкөністер тураған кезде өте қатты майдалап жібермеңіздер, ірі көлемде немесе орташа көлемде тураңыздар. Туралған көкөністердің бәрін бір ыдысқа саламыз, тек орам жапырақтан басқасын.
Енді ыдыстағы көкөністердің үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, оны жақсылап араластырамыз. Менде тұз және де кептірілген укроп және де кептірілген сарымсақ. Сосын азғантай сұйық май құйып, оны жақсылап араластырамыз. Енді жуылған таза банкілерімізге етімізді саламыз. Сіздерде егерде осындай 1 литрлік банкі болмаса, сіздер 2 литрлікте банкіні қолдана берсеңіздер болады. Етті толығымен банкіге салып жібермеңіздер. Біз бірінші етті, сосын көкөністі, сосын тағы етті саламыз, сосын үстіне тағы көкөністі саламыз. Бәрін нығыздап сала берсеңіздер болады осылай. Достар, бұл тағамға сіздер су қоспаңыздар. Бұл тағам өзінің сөліне пісіп, өте әдемі дәмді болып шығады. Мінекей көкөністерден кейін тағы етімізді саламыз, сосын тағы көкөністі салып, үстіне орам жапырақты қоямыз. Айтпақшы, орам жапырақтың алдында осылай сары майларыңызды салып қойыңыздар. Мінекей көкөністердің бетін осылай орам жапырақпен жауып, ал банкінің бетін фольгамен жабыңыздар. Дайын болған банкілеріңізді духовкаға 1 сағат, 1,5 сағатқа 180 градусқа қойып қойыңыздар. Уайымдамаңыздар, банкілеріңіз сіздердің духовкада жарылып немесе сынып қалмайды. Мінекей мен банкілерім духовкада өз сөлінде әдемі болып пісіп жатыр. Мен 180 градуста 1,5 сағаттай пісірдім. Піскен дәміміз осылай шығады. Енді біз бұны тарелкаға салып көрейік. Мен 2-1 литрлік банкіні салдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай көкөністер езілмеген, еттеріміз балғын болып піседі. Үстіне кез келген ас көкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде кинза. Бұл жерде мен сіздерге еттің кесілуін көрсетіп жатырмын, және де жеген кезде ол өте балқын, жұмсақ, шайнауды де қажет етпейді. Дәмлама өте дәмді болып шықты, және де бұл көріп тұрғаныңыздай тағамға ешқандай су қоспасақ та, еттің өзінің сөлі бөлініп, өте керемет болып шықты. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді сметаник в шоколаде рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл сметаник өте ерекше, және де жасалу жолы өте оңай. Ал дәмі тіл үйретін дәм. Ең алдымен сметаникке біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұнға разрешитель қосамыз, яғни қопсытқыш, сосын майымызды саламыз, 1 жұмыртқа және де қантымызды салып, бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Песочный тесті дайындаймыз. Негізі бұл сметаниктің жасалу жолы өте жеңіл, және де қонақ шақырсаңыздар тез арада жасап дайындалатын сметаник. Пирогқа қатысты нақты өлшемдердің бәрі описание бөлімінде болады. Мінекей біздің қамыр осылай болып шығады. Қолға жабыспайтын және де нәзік болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң, оны ыдысымызға салып, бетін жауып, холодильникке 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз холодильникте демалғанша біз ішіне пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ және де үстіне қантты құямыз. Ары қарай бізге салмасына 2 жұмыртқа керек, және де ванильный сахар. Ванильный сахарды қолданбасаңыздар да болады. Маңызды ингредиенттердің бірі ол кукурузный крахмал. Оны міндетті түрде қолданыңыздар, себебі сіздердің сметаниктеріңіздің формасын ұстап тұратын зат. Енді бұның бәрін жақсылап араластырамыз.
холодильниктен қамырды алып, оны екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкенірек, бір бөлігін кішірек қылып істеңіздер. Осылай астына қамырды жаясыздар. Пирогқа кез келген форма жарайды. Менде осындай кольцо форма, соны қолданып пирог пісірдім. Қалған қамырдың жарты бөлігінен осылай енді пирогтың бортиктарын жасаймыз. Қамырды формаға орналастырып болған соң ортасына салмасын құямыз. Достар, бұл сметаник рецептінде сіздерде міндетті түрде қаймағыңыз 20%-дан жоғары болу керек. Онсыз сіздердің сметаник пирогтарыңыз дұрыс шықпайды. Енді біз бұны духовкаға 180 градусқа 30-40 минутқа қоямыз. Әркім өзінің духовкасына қарасын, себебі духовкалар әртүрлі болады, соған қарай бейімделіңіздер. Духовкадан пісіп шыққан пирогымызды жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Толық суып шығу керек, сол кезде қалыптан шығарсаңыздар болады. Егерде пирогтың ортасы былқылдап тұрса, әлі стойки болмаса, онда сіздер духовкаға тағы 10 минутқа қойыңыздар, бетін фольгамен жауып. Тура осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады, классикалық түрде, немесе мен сияқты бетін әсемдеп қойсаңыздар да болады шоколадпен. Сол кезде сіздердің сметаниктарыңыз ерекше әдемі болады. Менде Қазақстан шоколады, оны ыстық суда осылай ертіп алдым. Сіздер микроволновкада немесе водяной баняда ертсеңіздер болады. Осыны сметаниктің үстіне жағамын. Шоколадты осылай қасықпен түзулеп шықтым, сосын үстіне кокосовый стружки қостым әсемдік үшін. Сіздер әртүрлі жеміс жидектер немесе жаңғақтар қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің дәмді және де ерекше сметаникіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, кесілген кезде де ортасы әдемі шығады. Негізі бұл сметаник чизкейкке ұқсайды, дәмі де өте керемет және де әрбір дастарханның сәнін келтіретін тағамдардың бірі. Сіздермен бірге болған Арайлым. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді баклажан по-корейски салатының рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Біріншіден айтайын, бұл салатты кешкісін дайындаған дұрыс. Ертеңгі күнге қонаққа немесе өздеріңіз жеуге жасасаңыздар болады. Себебі салатты жасап болған соң 5-6 сағат холодильникте тұнып тұру керек. Баклажанды осылай ірі-ірі қылып турау керек және де оның қабығын ашпайсыздар. Қабығын ашсаңыздар, оны қуырған кезде баклажаныңыз езіліп кетеді. Баклажанды турап болған соң үстіне 1 шай қасық тұзыңызды салыңыз. Сосын барлығын жақсылап араластырыңыз. Баклажанды мыжғыласаңыз да болады. Сол кезде баклажаныңыз аздап жұмсарады. Араластырып мыжғылап болған соң оны қақпағын жауып холодильникке 1 сағатқа қойыңыз. 1 сағаттан кейін сіздің баклажаныңыз жұмсарып, суын бөледі. Сәбізді де теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп болған соң бұның үстіне 1 қасық тұзыңызды қосып, сосын араластырып, мыжғылап, оны да холодильникке салып қоясыздар. Ендігі кезек бізде пияз бен тәтті бұрышта. Бәрін соломка қылып тураймыз. Достар, рецептке қатысты толық ақпарат описание бөлімінде жазылып тұрады.
Пияз бен тәтті бұрышты турағанша сіз өзіңіздің қуыратын табанызды газға қойып қыздыра берсеңіз болады. Енді туралған баклажанымызды холодильниктен алып, осылай сүзіп аламыз. Сосын оны қуыратын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай осындай су бөлінеді. Енді қыздырылған табамызға баклажанымызды салып, оны қуырамыз. Баклажанды табаға салған соң оны араластырып тұрыңыздар, себебі оның асты жабысып қалуы мүмкін. Баклажан піскен-піспеген осылай вилкамен тесіп көрсеңіздер болады. Егер де вилкаңыз тез және де оңай кіріп кетсе, онда піскенін білдіреді. Негізі баклажан тез қуырылып піседі, шамамен 5-10 минутта. «5-10 минуттан кейін мінекей көріп тұрғаныңыздай баклажаным пісіп те қалды. Бәрін жақсылап араластырып, оны шанышқымен тағы да тексеріп шығамын, тесіп. Егер шанышқыңыз тез кіріп кетсе, онда сіздің баклажаныңыз дайын болды деген сөз. Дайын болған баклажанымызды табадан түсіріп аламыз. Енді баклажанды пісірген табамыздың үстіне пиязымызды салып, оны да қуырып аламыз. Пиязды қатты қуырып жібермейміз, оның сәл солғанын күтеміз. Солған пияздың үстіне біз тәтті бұрыштарымызды қосып, оны да қуырамыз. Пияз бен тәтті бұрыштарымызды араластырып тұрыңыздар, асты қатты күйіп кетпесін. Пияз бен бұрышымыз біздің осылай дайын болу керек, қатты оны қуырып жібермеңіздер. Дайын болған көкөністерімізді біз баклажанға қосып саламыз. Енді қуырылған көкөністердің үстіне біз сәбізді холодильниктен алып қосамыз. Салаттың үстіне 3-4 дана сарымсағымызды пресстен өткіземіз. Сарымсақтың үстіне біз дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ол қара бұрыш және де қызыл бұрыш. Қызыл бұрышты өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады, азайтып немесе көбейтіп. Ары қарай біз соевый соус және де уксусты қосамыз. Менде яблочный уксус. Сосын 1-2 қасық қантымызды қосамыз. Ең соңында біз кинзаны әдемілеп турап салатымызға қосамыз. Алдында айтқандай, бұл салатты кешкісін дайындап, ертесі күні қонаққа ұсынған дұрыс. Яғни салаттың дәмі ертесі күні одан да дәмдірек болады. Кинзаны турап, оны салатқа қосамыз. Сосын салатты жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштерді әдемі араласу керек. Мінекей біздің баклажан по-корейски салатымыз дайын болды. Бұл ертесі күні түсірілген видео. Көріп тұрғаныңыздай салат өте әдемі және де әртүрлі түсте көздің жауын алатын салат. Үстіне осылай кунжут дәнектерін сеуіп, қонақ шақыратын дастарханға қойсаңыздар, қонақ шақыратын дастарханын әдемі көркін келтіреді. Бүгінгі салат рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар.
Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді апельсиновый кекстің рецептімен бөлісемін. Бұл кекс 5 минутта дайындалады. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші рецепт бойынша бізге үлкен апельсин керек. Оның сыртын жуып және де қабығын тазаламай, осылай ірі қылып турай берсеңіздер болады. Сол кезде сіздердің кексіңіз өте тәтті және де иісі де өте керемет болады. Туралған апельсинді бір ыдысқа салып, оның үстіне 3 жұмыртқа жарамыз және де сұйық май, сонымен қатар тәттілігі үшін қант саламыз. Барлық нақты өлшемдерді описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Сосын дайын болған заттарымызды погружной блендермен пюре ретінде істесеңіздер болады, немесе кәдімгі блендермен майдалап кесіп тастасаңыздар да болады. Дайын болған сұйықтықтың үстіне біз ұнымызды қосамыз, сосын қопсытқышымызды қосамыз, яғни разрыхлитель. Енді қамырымызды жақсылап бәрін араластырамыз, ішінде комок болып қалмау керек. Енді дайын болған қамырымызды осындай формаға салсаңыздар болады, немесе кекске арналған формаға да салсаңыздар болады. Силиконовый форманы үшін майламасаңыздар болады, ол онсыз да жабыспай әдемі болып шығады. Қамырды салып болған соң осылай үстін тегістеп, сосын бір-екі рет осылай столға ұрып алсаңыздар болады. Енді қызып тұрған 180 градусқа духовкаға пісіреміз. Жарты сағат 45 минут, әркім духовкасы әртүрлі, соған қарай қараңыздар. Мен духовкадан 20 минуттан кейін алдым. Сөйтіп осындай шпажкамен ішін тексердім. Іші әлі дұрыс піспеген, бірақ беті қыздарып пісіп тұрған сияқты. Сол үшін мен бетін фольгамен жауып, духовкаға тағы да 10 минутқа қойдым. Содан кейін ішін тексерген кезде толық пісіп шықты. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, бірақ мен бұл видеода көрсетпегем. 10 минуттан кейін духовкадан алып, оны тағы да шпажкамен тексердім. Мінекей іші толық піскен және де ешқандай қамыр шпажкаға жабысып жатқан жоқ. Енді оны бір ыдысқа осылай төңкеріп, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай формадан оңай және де тез алынады. Кекстің үстіне сіздер сахарный пудра сепсеңіздер болады, немесе мен сияқты қантты сироп жақсаңыздар да болады. Үстіне апельсиннің цедрасын теркадан өткізіп, осылай әсемдігі үшін сеуіп шықтым. Мінекей біздің оңай және де тез дайындалатын кексіміз дайын болды. Оның іші толығымен пісіп шықты, дәмі де өте керемет, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым. Бүгінгі сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді нанның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші бір ыдысқа жылы сүтімізді және де жылы суымызды құямыз. Су мен сүттің үстіне мен топленое масло қосып жатырмын. Сары майды ертіп қоса берсеңіздер де болады. Бәрін жақсылап араластырып, оның үстіне бір қасық дрожж, тұз және де қант қосып нан илейміз. Ашытқыны саларда сіз міндетті түрде мерзіміне қараңыз, мерзімі өтіп кетпесін. Онсыз сіздердің нандарыңыз әдемі үлкен болып көтерілмейді. Және де барлық нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады.
Енді ұнымызды салып жақсылап илейміз. Илеп болған соң қамырымыз біздің жарты сағатқа немесе 45 минутқа дем алып тұру керек көтерілгенше. Шамамен мен қамырым 45 минут тұрды, осылай көтерілді. Қамырымызды екіге бөліп, нанымызды пісіруге дайындаламыз. Духовкаңызды 180 градусқа қосып дайындап қоя берсеңіздер болады. Қамырды пергаментный бумагаға қойып, нанға форма келтіреміз. Қамырдың жан-жағын осылай басып, сосын өткір пышақпен осылай нанды тіліп шықсаңыздар болады. Нанның үстін осылай жұдырықпен басып, сәл айналдырып шығастыр противинді. Сосын жұдырықпен басқан жерді осылай саусақпен тегістеп шықсаңыздар болады. Нанның ортасын осылай вилкамен тесіп қойсаңыздар болады. Менде өзбектердікіндей печатка жоқ нандарға арналған. Ары қарай сіз сары уызын нанның үстіне жағыңыз, сарғайып әдемі болып пісу үшін. Үстіне әсемдігі үшін кунжут дәнектері мен макты қоссаңыздар болады. Осылай нанымызды 180 градусқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің жұмсақ және де дәмді нанымыз дайын болды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздермен осындай дәмді және де тез дайындалатын трубочкалар дайындаймыз. Не бар 15 минутта дайындалады. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Біздің трубочкаға осындай магазиннен алынған қамыр керек. Бұл дрожжевой слоеный тесто. Мен бұның жартысын қолданамын. Жартысынан шамамен 15 дана трубочка шығады. Қамырды жұқа қылып жаямыз. Егерде қамырыңыз оқтайыңызға, қолыңызға жабысып жатса, аздап ұн қосыңыз. Қамырды жайып болған соң осылай пышақпен қамырыңызды ұзыннан кесесіз. Трубочкаға арналған формаға осылай айналдыра орап шығасыз қамырды. Егерде сізде бұндай форма болмаса, оны фольгадан да жасап алсаңыз болады. Ары қарай трубочканың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз, сарғайып әдемі болып пісуі үшін. Сосын трубочканы духовкаға 10-15 минутқа қоямыз, беті қыздарғанша. Кастрөлімізді плитаға қойып, крем дайындаймыз. Үстіне 100 грамм су құямыз, және де 200 грамм қант саламыз. Қантты сироп қайнаған соң оны баяу отқа қоямыз. Сироп дайын болғанша біз ақуыздан крем жасаймыз. 3 жұмыртқаның ақуызын бөліп блендерден өткіземіз. Барлық толық ақпарат описанияда болады. Ақуызды салған ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болу керек, онсыз сіздің ақуызыңыз осылай көтерілмейді.
Ақуызды дайындағанша біздің сиропымыз да дайын болады. Ол ашық қоңыр және де қасықпен алған кезде созылып құйылу керек. Дайын болған ыстық сиропты ақуызға құйып, бір-екі рет араластырып шығамыз. Ал енді піскен трубочкаларға біз кремді саламыз. Кез келген дастарханның көркін ашатын трубочкаларымыз дайын болды. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазы. Қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар. Себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайылуы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольца ретінде тураймыз және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрөлге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Міне мен мында сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады, немесе домалақты 4-ге бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы.
Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды, және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар. Жаппасаңыздар, ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады. Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым, және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құртпен, айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдем болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым, және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздермен осындай әдемі десерт дайындаймыз. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге десертке 2 стакан су керек, сосын 1 стакан қант керек. Нақты өлшемдер описанияда болады. Су мен қантты салған соң бәрін жақсылап араластырамыз. Судағы қант жақсылап еру керек, сол үшін біраз уақытқа крышкасын жауып қалдырамыз отта. Ал енді десертке салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге алма қажет. Алманың ішін осылай жақсылап тазалаймыз.
тураған кезде алма қатты қалың болмау керек. Егер де сіз қатты қалың қылып турасаңыз, сіздің алмалы розаңыз шықпайды. Алмамызды турап болғанша біздің сиропымыз да дайын болады. Ішіне осылай алмамызды саламыз және де оттың көзін бәсеңдетіп қоямыз. Алма жұмсарғанша осылай ыстық суда бұқтырып аламыз. Мен десертке дүкеннен алынған слайонның тестаны қолдандым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе қолдан жасасаңыздар болады. Ал алманы осындай ситаға салып қойыңыздар, ішіндегі су толығымен кетсін. Егер де сіздің бұқтырылған алмаңыз осылай жыртылып жатса, ештеме етпейді. Ары қарай тізіп жасай берсеңіздер болады. Алманы тізіп болған соң оны орап шығамыз. Оралған десертіміздің астын және жан-жағын түйіп шығамыз, ішіндегі алманың суы шығып кетпеу үшін. Түйілген десертті сіз кекстің формасына жасасаңыз болады. Арнайы форманы сіз жақсылап майлап қою керексіз. Егер де сіздерде форма болмаса, жай пергаментный бумагаға да қойып пісіре берсеңіз болады. Ал енді сіздермен түюдің екінші әдісімен бөлісемін. Алманы бұл жерде де тізіп қоясыз, бірақ қамырды екіге бүктеп орайсыз. Қамырыңыз неғұрлым ұзын болса, соғұрлым сіздің розаңыз пышный, әдемі болып шығады. Бәрі дайын болған соң десертті 20-30 минутқа пешке қалдырасыз, 180 градусқа. Әркімде духовка әртүрлі болуы мүмкін, сол себепті сіз өз духовкаңызға қараңыз. Қамыры қызарып әдемі болып пісу керек. Қамыры қызарса, онда пештен ала беріңіз. Мінекей, әдемі алмалы роза десертіңіз дайын болды. Дайын болған десерттің үстіне сахарный пудра жағып, осылай ұсынсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған арайлымыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Бүгін біз өте дәмді және де өте жұмсақ бауырсақтар дайындаймыз. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіз. Нан илейтін үлкен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне қантымызды құямыз, 100 грамм қант. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұзымызды салып, оны араластырып ертіп аламыз. Міндетті түрде жылы су қажет. Стакандағы суды мискаға құямыз. Ары қарай 1 стакан жылы сүтті де осы мискаға құямыз. Міндетті түрде жылы болу керек, онсыз дрожжыңыз және де тұзыңыз ерімейді. Дрожжды қосамыз 1 чайная ложкамен. Барлық нақты өлшемдер описанияда болады. Ертілген сары майымызды қосамыз. Ертілген сары майды қоспасаңыздар, онда сіздердің бауырсақтарыңыз қатты және де тістегенде резинка сияқты болып қалады. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болып шығу керек. Онды көп қосып, оны қатты қылып жібермеңіздер. Қамырымызды илеп болған соң, оның бетін пакетпен немесе крышкамен жауып қойыңыздар және де жылы жерде тұрсын. Бауырсаққа арналған қамыр 30-40 минутта үлкен болып көтеріледі. Қамырыңыз неғұрлым үлкен болып көтерілсе, бауырсағыңыз да үлкен және де үлпілдек, жұмсақ, дәмді болып шығады. Қамырды жаятын жерге кішкене ғана ұн қосып, оның үстіне қамырымызды қойып, оқтаймен жаямыз. Жайған қамырымыз қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта болу керек. Мен осындай арнайы қамыр кесетімен кесіп жатырмын. Сіздер стаканмен кессеңіздер де болады. Дайын болған қамырдың бетін жауып қойыңыздар 5 минутқа, пока майымыз қызғанша. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып аламыз. Бауырсақты міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, себебі бауырсақтың жан-жағы біркелікті сарғайып пісіп шығу үшін. Мінекей, дәмді бауырсағымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді медовик тортының рецебімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл медовик тортының корждары өте жұқа және де кремі қаймақтан жасалған өте дәмді болып шығады.
біз кастрөлімізге осылай 80 грамм сары майымызды қосамыз, сосын 80 грамм қант және де 150 грамм бал қосамыз. Әдейі осындай сұйық балды таңдаңыздар. Егер де торт қатты тәтті болған қаласаңыздар, балдың мөлшерін азайтып, қанттың мөлшерін көбейтсеңіздер болады. Сол кезде сіздердің торттарыңыз қаттырақ, тәттірек болады. Және үстіне азғантай шым-шым тұз қосамын. Кастрөлімізді плитаға қойып, ішіндегі май ерігенше біз плитада ұстаймыз. Бұл жерде біздің қанттың еруі немесе осы сместің температурасы да қатты маңызды емес, тек қана май ерісе болды. Мінекей біздің майымыз еріді, осыны біз енді суытамыз. Мен кастрөлдегі сұйықтықты бір ыдысқа құйдым, себебі ішіндегі сұйықтық тезірек суы үшін. Ал енді жылы сұйықтықтың үстіне осылай содамызды қосамыз, оны жақсылап араластырамыз. Сол кезде кішкене көтеріліп, көпіршіктер пайда болады. Біз бұл сұйықтықты не үшін жылытамыз, себебі бұның үстіне жұмыртқаны салғанда жұмыртқаңыз пісіп кетпеу үшін. 2 жұмыртқамызды жарып, ішіне салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтықтың үстіне ұнымызды салып, нанды илейміз. Онның бәрін сұйықтыққа салып жібермеңіздер, бірден аз-аздан салып тұрыңыздар. Менде шамамен 470 грамм ұн кетті. Осылай қасықпен аз-аздан ұн салып, наныңызды илеңіз. Егер де қасықтың күші жетпей жатса, қолмен илеңіз. Достар, описанияда толық ақпарат бар. Сол жерден құрамына қандай заттар керек екен жайлы сол жерден қарасаңыздар болады. Міне көріп тұрғаныңыздай қамыр өте жұмсақ және де қолға ұстаған кезде қолға жабыспайды. Жалпы мен қамырымның салмағы 840 грамм болды. Мен оны 12 бөлікке бөлдім. Яғни менде 12 дана корж болады, әрқайсысы 70 граммнан болып шығады. Ал егер де 1-2 грамм артық болатса немесе кем болатса, ештеме етпейді. Әрине мен сияқты граммдап өлшемесеңіз де болады, тек көз мөлшермен де өлшесеңіздер де болады. Ал енді пергамент қағазына аздап ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды жаямыз. Қамырды жұқа қылып жаямыз. Егер де сіздің қамырыңыз оқтайға жабысып жатса, ұнды сеуіп жіберіңіздер үстіне. Қамыр доп-домалақ болып жайылуы маңызды емес, тек қана сіздердің кальциоларыңыз, яғни торт жинайтын кальциоларыңыз қаншалықты үлкен болса, соншалықты қамырыңызды да үлкен кейін қылып жайыңыздар. Мендегі кальцио бұл 23-22 сантиметр, соған байланысты мен өлшеп аламын қаншалықты жаю керек екенін. Енді дайын болған қамырды осылай вилкамен тесіп тастаңыздар, қатты үсті көтеріліп кетпеу үшін. Сосын пешке саласыздар, 180 градусқа 3-4 минутқа. Қамыр өте тез піседі. Пісіп шыққан коржды бірден кальциомызды қойып, кесіп аламыз жан-жағын. Жан-жағындағы артық қалған қамырды сіз кейін торт жинаған кезде бетіне себуге керек болады. Коржықтарын піскен соң бірден кесіңіздер, себебі сіздердің коржықтарыңыз кейін ол қатып қалады. Қатқан соң оны кесу ыңғайсыз болады. Яғни ортасындағы дөңгелегіңіз коржық ретінде қолданатын, ол сынып кетуі мүмкін. Енді босаған противенге алдын ала жайылған қамырыңызды салып, ары қарай пісіре бересіз. Көріп тұрғаныңыздай, мінекей 12 дана корж шықты. Бұлар суыған соң кішкене қатып қалады. Кейін кремін жаққан соң олар жұмсарып, әдемі балғын күйіне оралады.
Медовый тортқа енді кремді дайындаймыз. Бізде 33% холодильниктен алынған сливки. Сливкидің үстіне мен сахарный пудра қостым, сосын миксермен қолдандым. Миксерді біз жай оборотты басында қолданамыз, сосын мощностьін көбейте береміз. Шамамен 10-15 минуттай миксерлейміз, сливкиіңіз кішкене қоюланғанша. Дайын болған сливкиіміздің үстіне қаймағымызды саламыз. Менде 20%. Барлық нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Қаймақ пен сливкиді осылай қасықпен немесе лопатканың көмегімен асықпай жаймен араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Осымен біздің қаймақты креміміз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Егер де сіздерде осындай тортқа арналған кольцо болса, соны қолданып тортты жинаған ыңғайлы. Осылай корждарымызды салып, үстінен қаймағымызды жағамыз. Алдында айтқандай, бұл корждар суған соң кішкене қатып қалады, ал кейін кремімізді жаққан соң ол жұмсарып, балғын күйіне оралады. Ең соңғы коржықтың үстіне крем жақпаңыздар, оның үстіне салфанызды қойып, холодильникке салып қойыңыздар бір күнге. Үстіне мен сияқты қолыңызбен бассаңыздар болады, сол кезде кремдеріңіз бір қалыпты әдемі жайылады. Енді тортты безендіруге кірісеміз. Бізге осындай корждан қалған қамырларды блендердің көмегімен біз үгітеміз. Безендіруге арналған ұнтақтар аз болып қалса, сіздер бұның орнына печенье қолдансаңыздар болады, кез келген. Торт бір күн немесе минимум 6 сағат тұрса, сіздің тортыңыз 2 есе дәмді болып шығады. Енді торттың үстіне қалған креміміз жағып, осылай пышақтың көмегімен барынша түзулейміз бетін. Достар, егер де сіздердің торттарыңыздың бетіне крем жетпей жатса, сіздер кремге азғантай қаймақ қосып жүрсеңіздер де болады. Тортты өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен ортасына осылай ыдысты қойып, ал жан жағына осылай ұнтақталған печеньеларымызды салдым. Ұнтақты сеуіп болған соң үстіндегі ыдысымызды аламыз. Мен құлпынайдың көмегімен осылай сәндеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша басқа жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Торт өте әдемі және де дәмі де өте керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кескен кезде кремі бір қалыпты әдемі кесіледі. Мінекей кескен кезде өте жұмсақ және де пышақты оңай кеседі. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы да қатты қиын емес. Кез келген қыз келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Арайлым. Бүгінгі сіздерге медовик тортының рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді фунчоза салатын рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бір сәбізді корейский салатқа арналған теркадан майдалап өткіземіз. Теркадан өткізген сәбізімізді бір ыдысқа салып, үстіне тұзды қосамыз. Сосын оны жақсылап араластырып болған соң қолымызбен мыжғылаймыз. Сәбіздің суы шығу керек. Енді фунчозамызды бір ыдысқа салып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Сөйтіп 5-10 минутқа қалдырамыз. Сіз фунчозаның сыртындағы упаковкасына қараңыздар қанша уақытта дайындалатынын. Енді болгар бұрышын соломка қылып тураймыз. Менде жасылы және де сарысы.
Енді пиязды да соломка қылып бәрін турап аламыз. Пиязды турап болған соң біз қиярға көшеміз. Қиярды осылай сәбіз өткізетін теркамен істесеңіздер болады, немесе өздеріңіз жіңішке қылып турасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Пиязды 5-10 минут қуырамыз, сәл солыңқырағанша. Мінекей көріп тұрғаныңыздай пиязымыз сәл солды. Енді үстіне болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышында көп қуырмаймыз, оны да 3-4 минуттан кейін аламыз. Бәрін араластырып, үстіне паприка саламыз, шамамен 1 столовый қасық. Пияз бен болгар бұрышы осылай дайын болады, сосын оны бір тарелкаға алып аламыз. Көріп тұрғаныңызда пияз бен болгар бұрышы әлі де свежий күйін сақтаған, әлі де тірі. Ендігі кезек фунчозада. Фунчозаны мен ыстық судан сүзіп алдым, бірақ үстіне салқын су құйып, оны тағы да бір жуып алмақшымын. Міндетті түрде салқын суға бір рет жуып алыңыздар, себебі фунчоза бір-біріне жабысып қалады. Енді біз дайын болған фунчозаның үстіне сәбізімізді осылай саламыз. Сосын жіңішке қылып теркадан өткізілген қиярымызды саламыз. Енді үстіне 1 қасық тұз, сосын 1-2 қасық дәміне қарай қант қосасыздар. Достар, толық ақпарат описанияда болады. Ары қарай үстіне қара бұрыш және де соевый соус, яблочный уксус, сонымен қатар 3-4 дана пресстен өткізілген сарымсақты қосасыздар. Үстіне жаңа қуырылған біздің пиязымыз бен болгар бұрышын қосамыз. Ары қарай кинзаны майдалап турап, оны да салатымызға қосамыз. Сосын бәрін араластырып, дәмін көріңіздер. Егер тұзы жетпесе, тұзын қосыңыздар. Мінекей біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Үстіне осындай кунжут дәнектерін септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген дастарханның көркін ашады, және де қонақтарға да үйге де жасап қойсаңыздар болады. Бүгінгі салат рецебі сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.